Сәлем қыздар. Бүгін сіздерде PicsArt программасында қалай шрифт қолданамыз, қалай шрифтті добавить етеміз, сол туралы айтатын боламын. Маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де видеоны толық көруіңізді өтінемін. Рамазан айы қабыл болсын. Ал кеттік, сабағымызды бастайық. Ең алдымен PicsArt программаны қосу үшін сіздерге телеграм каналға кірсеңіздер, SMM Taobao деген телеграм каналды тауып алсаңыздар болады, немесе менің каналымда ссылкасы бар. Сол бойынша кірсеңіздер, осы тұрған PicsArtты өздеріңізге сақтап аласыздар, және де мына ссылкам бойынша өтсеңіздер, осындай бесплатный шрифттарды өздеріңіздің телефондарыңызға скачать етіп алсаңыздар болады. Міне, осындай түрі бар, мынандай түрлері бар. Түрлері өте көп. Қазір осы шрифттарды біз PicsArtқа қосатын боламыз. Ең алдымен ол үшін PicsArtқа кіреміз. Егер де мынау бізде на PicsArt, бізде бесплатный версиясындағы PicsArt. Егер де бұл PicsArt сіздерде бар болатын болса, өздеріңіздің телефондарыңызда тұрған PicsArtты өшіріп тастап, дәл осы тұрғанды өздеріңізге установить етесіздер. Тек сонда ғана бұл ашылатын болады. Енді осы бұл бесплатный версияда PicsArtта көп деген плюстары бар. Шрифт қолдануға болады. Әріптердің арасына интервал қолдана аласыздар. Және де сол шрифттарды да қолдана аласыздар. Ең алдымен все фотоға басамыз. Сөйтіп галереядан өзімізге қажетті суретті таңдаймыз. Мен телеграм каналдан осындай көп деген телеграм емес, пины PicsArt'тан суреттерді скачать етіп аласыздар. Өздеріңізге қажетті содан біреуін таңдаймыз. Сөйтіп соған қазір жазу жазып қолданатын боламыз. Осы бір түрін таңдайын. Мына астында тұрған жазуды өшіретін боламыз. Ол үшін инструментыға кіреміз. Инструментыға кіріп, обрезать дегенді басасыздар. Мінеке шықты. Енді мына сызық арқылы осылай өздеріңіз керектісін өшіріп тастайсыздар. И галочканы басамыз. Мінеке бізге жазуды өшіріп берді. Енді бұған надпись қосамыз. Ол үшін астындағы рабочий столда жылжытып, текст дегенді басасыздар. Сөйтіп мәтін жазамыз. Мысалға жазайық шақыру қағазы деп. Шақыру қағазы. Галочканы басамыз. Енді мінеке көрдіңіздер. Енді осы жерде шрифтті өзгерту үшін мына бір стрелканы басасыздар. Плюсты емес, стрелканы басасыздар. Басқан уақытта осылай деп шығады. Мінеке мына жерде біздегі коронасы барларды қолдана алмайсыздар. Недавний деген жақында қолданылған түрлері, ал мои шрифты деген сіздің добавленный шрифттарыңыз. Осы мои шрифтіға кіреміз дағыны. Добавить шрифты деп көреміз. Мінеке мен біраз шрифттарды қостым. Қазір да қосатын боламын. Ол үшін добавить шрифты деп басамын. Добавить шрифты деп тағы басамыз. Жаңағы біздің телеграмнан скачать етілген шрифттар осы жерде тұрады. Мына біреу Кобзар деген шрифт бар. Мінеке тағы да добавить деймін. Very бұл да шрифт көрдіңіздер. King Puzzle мінеке. Осылай бәрін қоса бересіздер. Өздеріңізге керегін қосып, көбейтіп қосаңыздар, ертеңгі күні өздеріңізге жұмыс жасағанға өте күшті әсерін береді. Любой нені қолдана аласыздар. Өйстіп шектеусіз қоса бересіздер. Бұның шектеуі жоқ. Басамыз. Енді мына жерде өзгерту үшін осы жаққа кіреміз. Қайтадан мои шрифтідан деп қолданасыздар. Және де естеріңізде болсын, қазақша әріптерге осындай не қолданылмайды, шрифттар қолданылмайды. Міне достар, мен жаңағы мына бір Miss Catherine Script дегенді басқан уақытта біздің қазақша шрифттерімізде өзгерді. Көрдіңіздер ме? Кейбір шрифттерде осылай өзгереді, кейбіреуінде өзгермейді екен. Өзімізге ыңғайлысын таңдап аламыз. Енді қайттан үстінен басамыз, цветке барамыз, текстура дегенді басамыз. Сөйтіп галереяға кіреміз. Мына тұрған плюсті басасыздар. Мына біреу тұрғанды басасыздар. Қайттан недавнийға кіреміз, пиныға барамын.
Сол жақта менде глиттері бар. Міне мынау осы түрі, мына түрі бар. Мына түрін таңдайын. Енді глиттер қолданғанда міндетті түрде обводка қолдану керек. Сол кезде мына надпись нақты анық көрінеді. Мінекей. Розовый түрін, қызыл түрін, осылай. Мына түрін қолданайын, өйстіп үлкейтіп, кішірейтіп ала аласыздар. Интервал дегенді бассаңыздар, әріптердің ара қашықтығын жасауға болады. Міне әріптердің ара қашықтығын жасап, кішірейтіп қойсаңыздар да әдемі көрінеді. Көрнек деген мына жерде, кернинг деген мынау тұрған нәрсені мынаны былай астына қойып жасайтын болсақ, міне көрнек деген осы сөздердің арасындағы ара қашықтықты өлшейді. Қайта басамыз. Мінекей, қайтадан өз қалпына келдім. Изгиб дегенді басып, мынаны былай жасасаңыздар болады. Жаңа ол кезде мына интервал дегенді жақсы қолданасыздар. Қайтадан изгибке барамыз. Өйстіп қойсаңыздар, тоже болады. Енді әр нәрсе өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Стикер бөліміне кіріп, бір рамка қолдансаңыздар да болады. Мысалға, рамка цветы деп алайық. Рамка цветы. Міне бізге рамкалар бас шықты. Цвет несі бар, гүлдерменен, цветімен. Осының ішінен біреуін таңдап алып қойсаңыз да болады. Кез келген керек нәрсеңізді поискке жазасыздар, соны тауып береді. Үстінен басасыздар. Осылай загрузка жасайды. Мінекей, бізге осыны салып береді. X-ті басып өшіріп тастасаңыз да болады. Үстіндегі стрелканы басамыз, мына біреу тұрған. Бізге галереяға сохранить етіп береді. Закрыть дейміз, видео сохранено в галерею фотода. Галереяға кіреміз. Мінекей. Жаңа біздің жасаған жұмыс осы жерде сақталынып тұрады.